Сәлем достар, қалдарың қалай? Біз сендерді сағындық, иә, Аруна? Иә. Біз бүгін етікші мен эльфтер деген ертегісін оқимыз. Бұл ертегілер елінде деген серияда шыққан Аруна баспасы шығарған күшті қазақша кітап. Сатып алыңыз. Сынымен баспасы. Аруна деп қараңыз, міне Аруна баспасы. Көрдіңіз ба? Аруна баспасы. Оқимыз ба, Аруна? Иә. Ал бастайық. Мына үшінші сөйлесі. Үшінші, бұл Е деген етікші мен эльфтер. Ал. Тыңда, Аруна. Бұрынғы өткен заманда бір етікші өмір сүріпті. Өзі өте еңбекқор болыпты. Күн демей, түн демей еңбектеніп, аяқ киім тігеді екен. Күндердің күнде жұмысы жүрмей, ол кедейленіп кетті. Тіпті аяқ киім тігу үшін алған былғарысы да таусылыпты. Етікші жан дүниесі таза адам болатын. Қандай қиындық болса да мойымайды. Бүгінде ол қапаланбай, былғарылардан қалған қораптың түбінде жатқан қалдықтардан кебіс тікпек болады. Қалдықтарды біріктіріп, өлшеп, пішіп, яғни кебісті қорықтардан құрап отырғанда кеш батады екен. Етікші қалғанын ертең тігермін деп шеберханасын жауып, үйіне кіреді де ұйықтауға жатады. Не ұйықтады? Маған сол мамайды. Енді келесі күні етікші ұйқысынан ерте оянады. Күндегі әдетінше алдымен Құдайға сыйынып, содан соң тағы асын ішеді. Енді кешегі пішіп дайындап қойған кебісін тігіп бітірейін деп шеберханасына келеді. Міне ғажап, аяқталмай қалған кебістер тігіліп дайын тұр екен. Етікші өз көзіне өзі сенер емес. Кебісті жөндемек болып айналдыра қарайды, бірақ ешбір жерінен мін таба алмайды. Сөйтіп, таң тамаша болып отырған кезде шеберхананың жанынан бір кісі өтіп бара жатады. Оның көзі бірден кебіске түседі. Аяғына киіп, өлшеп көреді. Құйып қойғандай дәп-дәл кебісті қатты ұнатып, ақысын артығымен төлейді. Бұл ақшаға екі кебіс тігетін былғары сатып алуға болатын еді. Етікші дереу дүкенге барып былғары мен аяқ киім тігетін бұйымдар сатып алады. Кешке екі кебіс тігуді жоспарлаған етікші былғарыны пішеді. Бірақ қатты шаршап тұрған ол тынығып алып ертең тігейін деп оймен шеберханасын жауып үйіне қайтады. Әрі қарай енді Арунаның нағашы апасы Бижамал апа оқып береді. Сәлеметсіздер ме балалар, ертегіні жалғастырамыз. Таңертең орнынан тұрып, жуынып, тамақтанып алған соң, кешегі даярлап қойған кебістерді тігейін деп жұмыс орнына оралса, олардың да тігіліп дайын тұрғанын көреді. Етікші еш нәрсеге түсінбеген қалпы аңтарылып тұрып қалады. Мұна кебістерді сатыла ма деп сұрақ қана оны ұйқысынан оятқандай болады. Бұл жолға сатып алушы да ақшаны аямай береді. Төлеген ақшасынан 4 пар аяқ киім тігуге жететін былғары сатып алуға болатын еді. Келесі күні етікші шеберханасына кіріп, кешегі пішіліп аяқталмай қалған 4 пар кебісінің тігіліп дайын тұрғанын көреді. Бұл оқиға күнде қайталана береді. Кешке пішіп бірақ тігіп аяқтай алмаған ана аяқ киімдерінің бәрі таңертең дайын тұрады. Сөйтіп, жағдайын қайта түгел түзеп алған етікші ел қатарына өмір сүріп жатады. Ары қарай оқимыз. Қыс түседі. Бір күні кешке етікші тынығып отырып, әйеліне бүгін түнде етігімізді тігіп, бізге көмектесіп жүрген кім екенін көрсек қайтеді деген ұсыныс айтады. Әйелі келіседі, сөйтіп екеуі ақылдаса келіп
тағы таң атқанша ұйықтамауға бел буады. Бұл сиқырдың сырын тезірек ашуға асығады. Қарай оқимыз. Ұйқыға жататын уақыт болған шамада етікші әйелмен бірге шеберханаға келеді. Содан соң олар перденің артына тығылып алып, ұйықтамай бөлмені бақылап отырады. Түн ортасына ауғанда шеберханада екі кішкентай адам пайда болады. Бұлар эльфтер еді. Эльфтер етікшінің үстеліне көтеріліп, пішіліп дайын тұрған былғарыны кішкентай сақсақтармен тез тігіп бастайды. Етікші де, оның әйелі де өз көздеріне өздері сене алатын емес. Эльфтер екі жақтан пішілген аяқ киімдерді түгел тігіп болғанша олар тырп етпей қадалып қарап тұрады. Жұмысты бітірген соң эльфтер үстелден секіріп түсіп, көзден ғайып болады. Енді ары қарай Арунаның мамасы оқиды. Сәлеметсіңдер ме балалар? Ертегіні ары қарай жалғастырамыз. Кеттік. Етікші мен әйелі перденің артынан тығылып, эльфтер тігіп бітірген кебістерді келіп көреді. Тігістері түп-түзу, аса бір ұқыптылықпен жасалғаны көрініп тұр. Ешқандай мін таба алмайсың. Етікші мен әйелі қайран қалады. Эльфтерді сүйсіне естеріне алады. Келесі күні әйелі етікшіге: "Бұл кішкентай эльфтер бізге байлық әкелді. Оларға рахмет айтуымыз керек. Біз үшін әбігерленіп, жүгіріп жүр. Аяқтары жалаң аяқ, тоңып жүрген шығар. Мен оларға үстеріне киетін киім, аяқтарына шұлық тігіп берейін", дейді. Етікші әйелімен қуана келіседі. Жоқшылықтан құтқарған осы эльфтер емес пе еді? Кішкентай эльфтердің екі үлкен адамға көрсеткен көмегін қалай ұмытарсың? Жақсылықты әрдайым жақсылықпен қайтару керек демекші. Екеуі келесі күні жатпай тұрмай ойларындағы базарлықтарын әзірлейді. Әйелі эльфтерге арнап шалбар, күртеше, бас киім тіксе, етікші екеуінің аяқтарына шақ қылып екі пар кебіс даярлайды. Етікші де, әйелі де еш аянып қалмай бар өнерлерін салады. Күні бойы әзірлеген сый-сияпаттары дайын болғанда, етікшінің әйелі: "Отағасы, біздің базарлығымыз кішкентай эльфтерінің көңілінен шықса екен, тәйірі", дейді күйеуіне күлімсірей қарап. "Неге көңілдерінен шықпасын? Қара, бәрі қандай сүйкімді", деп етікші мәз болады. Осылай өз істеріне разы болған етікші мен әйелі енді эльфтердің келетін уақытын күтеді. Кеш батады, түн болады. Етікші мен әйелі даярлаған сый-сияпаттарын көтеріп, шеберханаға кіреді. Әйелі қос-қостан тігілген шалбар, күртеше, көйлек, шұлық және бас киімдерді үстелдің үстіне жаяды. Етікші болса, өзі тіккен кішкентай ғана екі пар кебісті шетіне қояды. Содан соң ол үстелдің үстіндегі басқа заттарды алып тастайды. Ал келесі кебістерді тігуге арналған былғарыларды тығып, өздері перденің артына жасырынып қалады. Уақыт аз өтті ме, көп өтті ме, белгісіз. Әйтеуір бір кезде есігі ашылып, шеберханаға сол баяғы екі эльф кіреді. Олар күнделікті әдеттерінше кебіс тікпек болып, үстелге жақындайды. Қараса, үстел үстінде ешқандай былғары жоқ. Оның орнына шалбар, күртеше, көйлек, шұлық, кебіс және бас киімдерін жатқанын көреді. Екеуі алғашында таңданып тұрып қалады. Содан соң киімдерді біртіндеп алып, киіп көре бастайды. Етікші мен әйелі жасаған сыйлықтар эльфтерінің көңілінен шығады. Киімдерді киіп, риза болған олардың қуанышында шек болмайды. Әдемі киімдерді киіп көңілденген эльфтер енді би билеп ән айтады.
сұрасаңыз эльфтеріміз әдемі, енді бізге керек емес Былғарының әлегі. Осылай әндетіп билеген күйі эльфтер далаға шығады. Етікші мен әйелі терезеден оларға сүйсіне көз тастайды. Сол кеткеннен эльфтер қайтып оралмады. Етікшінің еңбегі жанып, күннен күнге табысы арта түсті. Қандай жұмыс бастаса да, қолы жүріп, сәтімен аяқталатын болды. Сөйтіп, етікші адал еңбегінің арқасында мақсат мұратына жеткен екен. Ал біздің ертегіміз аяқталды. Арман, саған біздің ертегі ұнады ма? Ja. Сен не түсіндің? Нақсыз бұтқын. Ja, жазуға болады, артында тапсырмалар бар. Сен не түсіндің бұл ертегіден? Жақсы болу керек, жақсы адам болу керек, иә? Жақсы адамы әрқалай өзінің ісі жүре бастайды басында, иә? Ісі жүретін етікшіге, мысалы, эльфтер көмектесті, иә? Ол жақсы адам болғаннан кейін, эльфтер оған көмектесті, иә? Содан оның жұмысы жүре бастады. Ал балалар, сендерге біздің ертегіміз ұнаса, онда артындағы тапсырмаларын қарайық. Қандай тапсырмалар бар? Міне, мысалы, әріптерден сөз құра дейді. Мына жерде кездесетін әріптерден сөз құраға болады. Міне, етік деген сөзі, міне, мына жерде эльфтер, аяқ киім, былғары. Мысалы, мына жақта сөз жұмбақ. Мына жерде айырмашылығын тап. Қарашы, Арман, қай жерде айырмашылығы бар екен? Мына екі суреттің қай жерінде қандай айырмашылықтары бар? Иә, біреу жетпей тұр, иә? Яғни мұнда екі шеге, ал мұнда неше шеге? Үш шеге. Тағы қандай айырмашылық бар? Қарашы, тағы қандай айырмашылық бар? Сабы бар, иә? Мына жерде сабы жоқ. Тағы не? Міне, мына жерде эльфтің аяқ киімінің басы көрінеді, мына жерде көрінді, иә? Сондай айырмашылықтар табу керек. Тағы қандай тапсырмалар бар? Мына жерде айтады, Аруна, қарашы, ойлан, тап дейді. Яғни, эльфтер етікші мен әйелі жасаған сыйлықтарды көргенде қандай сезімде болды, айтшы маған? Қуанды, иә? Дұрыс. Одан кейінгісі қандай? Иә, оны жазамыз кейінірек, иә? Дұрыс, жазамыз. Қазір жазамыз. Сосын мына жерде міне ғажайып нүктелер. Мына жерде нүктелерді бірге қосамыз. Сол кезде бізде бір сурет шығады, иә? Ал мына жерді табайық. Мысалы айтып қараш, мына ертегіде қандай кейіпкерлер болған жоқ? Көрсетші маған, қандай болған жоқ? Мындай болған. Болды, ол кім? Етікші. Иә, тағы қандай болды, қайсы болмады? Иә, ол кім? Әйелі, иә, тағы кім? Мына болмады. Болмады, ондай кейіпкер. Мына болды. Болды, иә, сатып алушы болды, иә? Иә. Мына болмады. Болмады. Мына болды. Эльфтер болды, иә. Тамаша. Міне енді сөреде кебістер мен етіктердің неше жұбы бар дейді. Қызыл, күлгін, көгілдір аяқ киімдер қанша дейді. Санайықшы, қанша қызыл аяқ киім бар екен? Қызыл. Иә, тағы қандай қызыл бар? Бар ма қызыл? Ешқандай жоқ, иә? Күлгін тап енді. Қанша күлгін бар? Күлгін. Нешеу? Үшеу. Көгілдір аяқ киімдер сана енді. Қанша? Иә. Міне, етік бар. Дұрыс, бәрекелді. Осымен біздің ертегіміз тамам. Сіздерге егерде бізбен бірге ертегі оқыған ұнаса, біздің каналымызға жазылып, лайк басып, және пікір қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.